Бонжур, мадам, месье. Вот мынандай көрініп тұр. Аха. Бұлттар. Бұл қандай? Рокебрун Кап Мартин. Әлі осы стоянкада. Әне бұлттар мына жерде де. Таулар сондай қызықты, құпия дегенде көрініс. Неге бұлттар аспанға кетпей таудан аспайды, таудың биігінен. Даже таудың ортасында тұр, қараш? Ортасында мен таңғалам оған. Өйткені осы таулар аса биік емес, біздің Баянауылдағыдай, бірақ Баянауыл таулары емес, Альпінің таулары. Мына жерде теңіз көріп отқаныңыздай. Әнеке, қандай теңіз? Средиземный орталық дүниежүзілік теңіз. Әне, оның түсі де көрініп тұр. Көріп тұрсың? Бері қарай басқа, арман қарай басқа. Көкшіл ме? Бірдеме сондай, голубой. Ар жағында прям полоса сондай көрініп тұр да? Енді, мынау күшті курортный жер, вообще. Қарасаңыз, мінеке қазір үлкейтем. Прям сказкадағыдай сияқты, ертегідей сияқты күшті жер. Мынау көрініп тұрғандай, мынау ескі үйлерде емес, мүмкін отель шығар, қонақ үй. Ана жерде де бірдеме салынып жатыр. Әйтеуір мына жер күшті. Пальмаларды өсіп жатыр. Мынандай күшті ағаштар. Мынау ағаштардан ана жерде көлеңке пайда болып жатыр. Оның астында машинаны қоюға күшті. Бірақ стоянкада күні бойы ыстық. Қазір осында да қарасақ, мына жерде де күні бойы ертең 34 бола ма бірдеме. Бүгін саунадағыдай температурасы, ауа райының ішінде влажность па бірдеме, прям иси ылғалдылық сезініп тұр. Тағы да мынаны көрсетейін. Мына жерде күнде уже бүкіл бір жұманың ішінде шомылдық. Кеше осы жерде медузаны көрдік. 2 медузаны әр жағында да. Мына жерде прям медузаларды көрдік. Уже содан кейін бері уже қорқып отырмыз шомылуға. Өйткені медуза ол ядовиті ғой, улы. Барлығы білет. Оны тексеруге мұршамыз, әлі интерес жоқ дегенде. Өйткені и так-то уже басқа шетелде болып жатырмыз. Туысқандарымыз осы жерде жоқ, Францияда. Көмектесетін білмейміз. Құдайдан да бісміллә деп жүрміз. Сол, бірақ көрсетейін деген мынау ғажап кешкі аспан, күн көзі, получается, закат қалай батып жатыр, күн батып жатыр. Енді мынандай вот катамарандар, катамаран емезді, ол мынау получается қалай мынау парусниктар, қайықтар. Бүгін балалар, прям еркек балалар, пацандар сондай. Мұнан мен, получается, управлять етеді. Астында бүгін туалетке барып шомылып, уже бізге уже айтты. Мынау клуб деген, мынау Рокебрун Кап Мартин клуб, бірдемесі клуб хаус. Айтты, осы жерде шомылуға болмай деп, анау-мынау. Неше күн бойы уже шомылдық, енді жаңағын айтты, жарайды, енді все, уже, значит, мерзім келді. Вот ертең уже, надеюсь, қалған 21 видеоны, шорт видеоны түсірем, шығарам, то есть ютубқа. Содан кейін жылжитын шығармыз. Ана жаққа, мынау тау уже аспанымен. Ол айтқандай уже Италия, біз Франциядамыз. Біз Рокебрун Кап Мартин, получается, коммунадамыз. Ол как бы коммуна сенде, район сияқты. Уже ана шеткі, получается, полосаны өткізгенде, уже, получается, ментон басталып жатыр. Қалашық кішкентай бір. Өйткені анау населениесі
максимум 28 мың ба бірдеме сондай. Біздің ЖК-ларында Астанада и то населениесі одан да көп болады. Новая Ситида 26 мың солай население, наверное, болатын шығар. Орташа санағанда. Содан кейін уже все, шетелде уже получается өткенде Францияның все басқа, біздің тарифіміз басқалау считать етеді. Қалай считать етеді? Саналады. Енді сондай вот көріңіз. Так что құрметті отандастар, достар, келіңдер осы жерге. Күшті жерлер, көріністі қарап алыңдар.